Мінекей монстрды алғаш ашқан кезде XP шығады, XP-ді аласыз, получить сейчас деп. Яғни ол 4 сағатқа берілген XP. Мына жерде тұр, 4 сағатқа берілген XP. Өзі бетіне шығады экранды. Сосын, мынау XP обновление. Ол не үшін керек? XP обновление бізде мынау жоғарыдағы шкала тұр ғой, сары. Яғни 61-дің тұсында, мынау ұзынан кеткен. Соны, яғни прокачкілейсіз. Мәселен, 38 миллион 520 мың. Яғни сізде қазір 32 миллион 199 мың 107. Осы цель дейді енді, осы мақсатқа жету үшін сіз XP обновленияны басу арқылы, міне үстінен басып көрсетейін. Яғни менде қазір 94 127 бар. Яғни 94 XP ол аз. Яғни бетіп тоқтамай үстінен XP-ді баса берсеңіз, өзі саналады, ұпай саны. Мінекей көрдіңіз ғой, қалай көтеріліп жатыр. Асты, яғни 40-қа жеткізіп қойыңыз керек, жетпесе. Сосын екіншісінде басып қойсаңыз да болады, тоқтамай, ол санала береді. Мінекей, бітті. Енді ұпай сандарымыз 31 миллион еді, енді 32 миллион болды. Яғни едәуір қосылды. Одан кейін, жұдырықтың тұсындағы ұпай саны сіздегі. Бұл ұпай саны бізге не үшін керек? Бұл ұпай саны, мына жерде подземелье деген бар астында. Соны басамыз. Режим приключенияға өтеміз. Қазір сізге нақтырақ айтып кетем, не үшін керек жұдырықтың тұсындағы ұпай саны. Мінекей, сізге қазір 195-ші уровень көрсетіліп тұр. Сізде 160 болуы мүмкін, 170 болуы мүмкін, әр кезде әрқалай. Ол этаптың өткен шеңберіне байланысты. Яғни задание, тапсырма орындағаныңызға байланысты. Енді 195-ті басу арқылы біз начать приключенияны басып қаламыз. Но сіз мына нәрсеге мән беріңіз. Рекомендуемая мощность. Яғни сізде мына жерде көрсетіп тұрған мощность, соған мән бересіз. Мінекей, мына мощность дегенге мән бересіз. Осы рекомендуемая мощность деген бізде 108.073. Сізде 107.505. Демек, сіз келесі турға, яғни 195-ші этаптағы тапсырманы орындай алмайсыз. Оны орындау үшін не істеу қажет? Көрсетемін. Ол үшін мына жерде сумка деген нәрсе бар. Сумканы басу арқылы сіз көз алдыңызда тұрған мына инструмент қару-жарақтарды, яғни прокачка күшейту арқылы сіз өзіңізге бір белгілі бір ұпай санын жинақтайсыз. 107 мыңды көтеруіңізге болады. Келесі көрсетемін, бастаймыз. Яғни менде уровень 5-ші бронежилет юбка тұр. Соны басамыз. Кез келген уровень повышен немесе улучшитті баса бересіз. Ода тұрған ештеңе жоқ. Енді 30 фрагмент CR деп тұр. Бұл жерде сіз 30-ға толтыруыңыз керек. Ол үшін добавить материалын басасыз. Бастық. Жүктелуде. Енді осы жерден сізге керекті SR-ді таңдайсыз. Сізге керекті или керек емес, немесе сізде уже қойылған қару-жарақ SR болса, қорықпай, осыны таңдап жарата беруіңізге болады. Ол үшін мына жерде SR, кез келген SR, мысалы SR 8 штук бар. Купитті басамыз, улучшитті басамыз, установлен. Қайтадан добавить материалды басу арқылы сіз тағы да қосымша SR-ді қосуыңызға болады. Яғни мына жерде балта тұр. Балтаны басамын. Мінекей, тағы да қосылды.
Енді сіз жеке бүйтіп улучшитпей, тағы да үстінен бүйтіп қоссаңыз болады. Көрдіңіз ғой? Демек сізде бірден 30 толды. Екеуін басу арқылы 30 толады. Енді сіз қателесіп, не істеймін, енді қалай шығарамын деп уайымдасаңыз, минусты басу арқылы керек еместі алып тастап, басқасын қоюыңызға болады. Көрдіңіз ба? Үстіндегі минусты. Маған балта қазір керек емес, яғни осыны мен улучшить жасаймын. 600 кристалл ғана кетеді екен. Мінекей, установлен. Яғни бізде жүктелді. Енді үстінен басып, уровень повышенді тағы бір басамыз. Енді мына жерде требуется XP дейді. XP-ді біз кәдімгі R қару-жарақтары арқылы алатын боламыз. Ол үшін алдыңызда көрсетілген R қылыш, R қанжар, мінекей, мынаны бастым. Көрдіңіз ба? Демек, бізде орындалып тұр. Минусты азайту арқылы 1464-ке жеткізіп қоямыз. Яғни кейде жетпей қалуы да мүмкін. Асып кетсе де 1480 болса да ештеңе қылмайды. Купитті басамыз. Уровень повышенді басамыз. Мінекей. Өтті. Яғни тағы да XP аламыз. Тағы да добавить материал. Мына жерде тағы да таңдаймыз. Жетпей қалды. Көрдіңіз ба? 1728-ге жетпей қалды. Ол үшін қорықпаңыздар. Тағы да 30 дегенді таңдаймыз. Енді бұл кезде минусовать етіп қоямыз. Мінекей. Мінекей. Көрдіңіздер ғой? Яғни мына 1728-ден асып тұрса болды. 1736 болды. Әдемі тұр. Енді купить батырмасын басу арқылы уровень повышенді қайтадан қаруымызды күшейтеміз. Ендігі кезек тағы да добавить материалды басасыз. Қылышты таңдаймыз. Тағы да бас киімді таңдаймыз. Мінекей. Тағы да минусты азайтамыз. Мінекей. 2008 әдемі. Купить батырмасын басып, уровень повышенді таңдап, қаруымызды күшейтіп аламыз. Тағы да добавить материал басамыз. Тағы да R-ді басамыз. Мінекей. Молотокты таңдаймыз. Тағы жетпей қалды. Ештеңе қылмайды. Тағы да басамыз. Енді минусовать етеміз. Экранға назар аударып, мән беріп отырамыз. Мінекей. Тең де тең. Яғни купитті басып, тағы да көтереміз. Енді тағы бір мәрте дәл солай қайталауымыз керек. Ол бізге келешекте қаруымызды күшейтіп, кез келген қарсыласымызға төтеп беру үшін бізге қажет. Мінекей. Көрдіңіз ба? 2520 болды. Купитті басамыз. Уровень повышен. Мінекей. Уровень повышен. Значит, сізде уже қаруыңыз көтерілді. Улучшитті басу арқылы сіз тағы да добавить материалды таңдауыңызға болады. Осы жерде кез келген керек емес SR-ді таңдасаңыз болады. Мысалы, мынау SR таңдасам болады. Ол 10-ға жатады. Мінекей. Улучшитті басамын. Мінекей. Установлен. Болды. Ал егер сізде мына жерде қажетті керек емес SR нелер сақталса, онда сіз баспай-ақ қайтадан шығып кетіп ойнауыңызға болады. Мінекей. Мынаны басып қоямыз. Улучшение установлен. Мінекей, тағы да добавить дейміз да. Енді келесі сізге көрсетейін. Мінекей. Маған мынау керек емес. Мынау қанат керек емес. Мінекей. Так, шлем. Балта тұра берсін. Шлем керек емес. Мынаны да керек емес. Мінекей. Купить батырмасын басып, 1200 кристалл жібереміз. Бізде күшейтілді. Уровень повышен. Сіз 15-ші уровеньға жеттіңіз. Енді тағы да XP сұрайды. Ол үшін сіз тағы да XP
батырмасын басып жүктейсіз. Ендігі кезекте R дегенді басып, оны да жүктесеңіз болады. Бірақ мен әзірге баспаймын. Мінекей. Жетпейді, көрдіңіз ба? Қанша не істеймін, жетпей қалады. Мінекей. Әлі жетпей тұр. Енді не істейміз? Енді мына жердегі мыналарды құртуымызға болады. Мінекей 4 мыңнан асып кетті. Азайтамыз. Дәл осылай жасау арқылы, міне, кейде минус бармай қалады, ол кезде көпейтті басасыз. Уровень повышен болады. Мінекей, келесі уровеньға өтті. Қалған қалдығы келесі уровеньға өтеді екен. Мына жерде керек емес XP-ді басып, сізге SR деген қару-жарақтар керек емес болса, басу арқылы сіз күшейте беруіңізге болады. Енді мен ары қарай күшейтпеймін. Шамалы күте тұрамын. Мінекей, жаңағы бізде мына жеріміз 107 еді. Көрдіңіз ба? Мінекей, нара 107 еді. Енді біз не істедік? Қару-жарақты күшейту арқылы ұпай санымызды едәуір көтеріп алдық. 107 мыңнан 112.612-ге дейін көтерілді. Сол себепті сізге SSR плюс немесе SR дегендерді күшейту қажет. Мына жерде әр күшейткен сайын улучшить басамыз. Жоғарыда көрсетілген ең шеткі улучшитті басамыз. Мінекей, енді бізде күшейді. Енді заменить атрибутыды басып, мына жерді 0 қылып аламыз. Енді обычный улучшениені басу арқылы біз өзімізге қажетті улучшениені таңдаймыз. Яғни сізде улучшение 3000-нан төмен болмау керек. Асып кеткен жағдайда едәуір әжептәуір сізге қарсыласыңызбен күресуге мүмкіндігін береді. Яғни сізге бірінші орын алуға септігін тигізеді. Бұл жерде сіз өзіңізге қажетті керекті қару-жарақтарды күшейту арқылы семейный босс, яғни PvP, соларды күнделікті ойнап, ұтып алу мүмкіндігіне ие боласыз. Мінекей, мен қайта басып жатырмын. Менде әлі 2580 бар. Баса беруіңізге болады, шыққанша. Осылай басы күшейтіп аламыз. Ол сіздің қылышыңыз немесе кез келген қару-жарағыңыздың бұрын, яғни ұрған кезде соққысы 2 есе болады. Мінекей, мен тоқтадым. Неге? Өйткені 3337 болды. Мен заменить деп басамын. Енді тағы да обычный улучшениені басып күшейтіп аламын. Бұл қару-жарақ күшейткен кезде бұны да ауыстырып тұруды ұмытпаңыз, өйткені өте қажет болады. Мінекей, қазір шығады. Тек бұған сабырлық пен ықтималдылық өте қажет. Бонусты игеріп алу үшін бұның ішіндегі өзінің магазиндегі түрлі бонустары бар. Оны күнделікті алып отыру керек, белгілеген мөлшерлі уақытқа қарай. Мәселен, 14 сағат күтесіз ба, 15 сағат па? Ұмытып кетпеу үшін будильникті қосып қойыңызға болады. Немесе календар арқылы уведомление қосып қойсаңыз болады. Немесе күнделікті уақыт мәресіне қарай өзіңіз кіруіңізге болады. Жиі кіріп тұрсаңыз ойынға, семейный босқа. Сөйтіп көре аласыз. Мінекей, мен қазір ұзақ отырмын уже. 3000-нан асқанын әлі көрген жоқпын. Асып қалады. Так, 3000 болса, біз тоқтатамыз бұны. Өйткені неғұрлым ұпай саны жоғары болса, жұдырықтыққа соғұрлым ұрыста тиімді тәсіл болады. Бізде
Тағы да айтатын кететін жайтымыз бар. Мына мировой босс дейді. Мировой боссты ойнау кезінде сізге шкатулка, яғни сандықтар берілетін болады. Ол сандықтың ішінде XP-лер болады. XP-ді сіз өзіңіздің күшіңізді күшейту арқылы жұмсасаңыз болады. Мінекей 3039. Яғни 3039 болып тұрады. Енді артқа қарай басамыз. 112.661. Яғни бізде 107.000-нан едәуір күшейтілді. Мына жерде егер сізде мынандай нелеріңіз сатып алынып бірінші уровень болып қалса, онда оны қорықпаңыз. Бұлай істесеңіз де болады. Қазір көрсететін боламын. Қазір мынаны өшіріп тастайын, мешает етпес үшін. Мінекей. Үстінен басамыз, кез келген уровень бір шлем болсын, не болсын. Деконструкцияны басу арқылы сіз қайтадан бөлшектеп жібере аласыз. Разобрать сейчасты басып, разобрать сейчас. Мінекей, бөлшектенді. Келесі, тағы да мыналарды бөлшектеп жіберсеңіз болады. Ол не үшін қажет? Ол сіздің RXP-ді алу үшін қажет. Яғни сіз белгілі бір мақсатта қару-жарағыңызды күшейтіп алғаннан кейін соны прокачкілеуге қажет болады. Мінекей, разобрать сейчас. Бәрін разобрать етіп атырық. Керемет. Мінекей, тез-тез естіп жасап аламыз. Неғұрлым көп болса, соғұрлым сізге тиімді болады. Кейде болады мынандай тосылып қалатын кез. Мінекей. Азғантай қалыпты. Қазір нәтижесін көрсететін боламын. Разобрать. Мінекей 865, 32, 240. Бұлар сізде жаңа күшейтілетін фрагменттер, жинақталған саны. Мысалы 865 ол штукқа саналады, XP одан да жоғары болады. Енді мен бұны түртпей қоя тұрамын, назатты басы. Бір қарап шығамын. Мінекей. Мендегі мына уровень 10-да тұр. Яғни күшім 10.197. Так, добавить материалды басамыз. Мінекей. Сізде осындай добавить материалды басқан кезде мынандай шығады. 8, 6, 6. Бұларды түртпейсіз. Демек, сіз бұны әзірге скачать етіп
жүктемейсіз, прокачка жасамайсыз. Кері шығасыз, оны түртпей қоя қоясыз. Өйткені мен түрткен жоқпын. Мінекей, кері шығамыз. Мінекей, көрдіңіз ғой, 112.661. Яғни, мына жерден сіз уже 195-ті басасыз. Мінекей, 108.073. Начать приключенияны басасыз. Мінекей. Міне, урон көрдіңіз ба, қызыл болып тұрғанын? Көрдіңіз ба, қызыл. 7.000, 6.000, 5.000. Вот. Получитті басамыз. Келесі 196. 113.000. Яғни, бұда 113.000 екен. Демек, артқа басамыз. Бізде 112.000. Бізге тағы да прокачкілеу керек. Алдыңғы көрсетілген тапсырма бойынша сумканы басып, өзіңізге қажетті оружияны прокачкілеуіңізге болады. Демек, фрагментті басамыз. Фрагментте бізде міне жинақталып тұр бәрі. Сундукты басамыз. Открыть сейчас. Бұл сіздің XP картаңыз. Мынауда XP көк картаңыз. Қазір мен сізге айтамын, бұл екеуі қай жерде жинақталатын. AFK-ны басасыз. XP обновление, мінекей. Мынау XP карта. 125 деп тұрған. Осы жерде жинақталады. Сосын мына жақ бетте жинақталады. Поискті басасыз. Мінекей жинақталатын орна. Сундуктан шыққан карталар мына поисктен жинақталатын болады. Мінекей. 10-нан баса берсеңіз де болады. Тағы да 10. Бұл R, SR, R мен SR-лер жинақталады. Міне, көрдіңіз ба? Көбінесе R көп шығады, SR аз шығады. Мінекей, тоқтатамыз. Суперпоистті басу арқылы сіз мына жерде мынандай көресіз. Тағы да 10. Неге? 10-ды бастық. Бізде SR-лер шықты. Мынау бәрін тауысып біреуден басып тастасаңыз да болады. Неге? Бір штуктан. Quest 1 дегенді. Осын басып тауысып болғаннан кейін артқа қарай шығасыз. Мына жерде магазин деген бар. Магазинді басасыз. Осы жерде смотреть видео арқылы сіз қарауыңызға да болады. Но сізге менде что-то видео ашылмай тұр. Бірақ мен сізге кеңес бермеймін видео арқылы. Өйткені ода болмашы нәрселер алынатын болады. Ценный сыйлықтар жоқ. Ограничение выкуп басасыз. Мына жерде выкупить дегенді басып көресіз. Нет наличие. Демек, сізде 4 сағаттан кейін алуыңызға болады. Үлгіріп қалыңыз. Мына жерде сегодняшнее погашение деген бар.
Қандай зат көп алынды, не көп алынды, бәрінде көрсетіліп тұрады. Кім не алғанын. Мына жерде сатып ала аласыз. Мысалы, рамка көрдіңіз ба? Выкупить помощью деп тұр. 1888. Бұл рамка алынады екен. Кола алынбайды. Значит, олар алынып қойған. Ендігі обновление кезінде алуыңызға болады. Мына жерде купитті басып, бұл да алынып қойған. Мінекей, осындай сыйлықтарды алуыңызға болады. Яғни ол 4 сағат өткеннен кейін доступны болады. Менде қазір 184 мың монета бар, кристалл бар, 30 монетамыз бар, жаңағы серебромен. PvP деген бар. Одан кейін PvP қана қазір менде интернет дұрыс болмай тұр. Сол себепті шамалы қатып тұр деймін. Так. Яғни мен ойнап қойыппын бұны. PvP. Бұда тек ұпай санына мән бересіз. Яғни 113 болып кетпеу керек бұл жерде де сізге ұту үшін. 80 мың, 70 мың, 60 мың. Егер 112 мыңмен теңесіп қалса, онда сіз жеңіліп қаласыз. 112 мыңға жетпеу керек таңдаған кезде. Қарсыласыңызда. Едәуір очко ұпай саны аз болу керек оларда. Сосын 5 рет жеңгеннен кейін оны күтіп отырмай, быстрое завершение матча дегенді бассаңыз болады. Начать матчты басқаннан кейін. Оң жақ бетте шығатын болады. Мынандай астында көрсетілетін болады. Быстрое завершение матча деп. Бірақ есіңізде болсын, сіздің ұпай саныңыздан асып кетпеу керек. Тең болмау керек. Мысалы, сізде 80 мың или 70 мың болса, 100 мың болса, сізге 50 мың, 60 мыңдықтарды таңдау керек. Ровно 100 мың, 95 мың таңдамау керек. Әйтпесе ұтылып қаласыз. Наградаға келеміз. Награданы басамыз. Бұл жерде сіз ойнап 5 рет победа болғаннан кейін награда аласыз. Негізі мына жерде награда шығу керек еді. Қазір бізде шықпай тұр, өкінішке орай. Бұл Star Market'тің ақаулығынан ол обновление болып жатыр, немесе интернет желісінде техникалық ақауларға бақылау жүргізілуде болып жатыр. Жарайды, бұны келесіне де бір түсіндіремін. Енді мына жерде подземельяға кіріп, мировой боссты басамыз. Старт мировой босс. Яғни бұл жерде бірінші ударлар кетті. Бірінші соққылар. Сундук келді. Екесе ұрғанға басқа сундук береді. Алтын сандық сияқты. Қазір көреміз бізге беріле ма, жоқ па? Берілді. Так, екінші ударымыз. Қанекей? Ұрылмай қалды, енді ұрылмаса. Қазір. Сеттің қателігінен болмаса, бәрі жақсы. Сундуктар кетті. 100% дегенді, оны баспай қойсаңыз болады. Өйткені сізге мына 30 монета тұр менде, соған бір удар береді, ол қажет емес. Сумканы басамыз, осы жерден. Қайтадан сундук, көрдіңіз ба? Мына сундук берілді, двойной ударға. Бұл сундукта СССР немесе XP осындай карта жатады. Налардың біреуінде, осы екі сундуктың біреуінде СССР снаряжение, яғни қару-жарақ сізден шығуы мүмкін. Ал бұлардан тек карточка шығады, немесе қару-жарақ. Менде бірақ основном XP карталар ғана шығып жатыр бұдан.
мінекей. Ең соңғысын аштым. Купитті бастым. Енді мына жерде мұқият қарасаңыз, менде ең көбі 35. Яғни 15, 25, 20-шы уровень. Ең көбі 35-ші уровень. Осылай прокачкалейсіз. Ударыңыз тұры, мінекей. Комбо, скорость 456. Критический урон, яғни қосымша дополнительный урон. Оны да жүктеу керек, прокачкалау керек. Артқа қарай шығамыз. Мінекей. Семейный босты өзі түсінесіз. Енді сізде мынандай задача деген бар. Әр семейный босты ойнаған кезде, аяқталатын кезде берілетін сізге награда. Мінекей, получитті басасыз бұл жерде де. Тағы да прогресс задачаны басып, получитті басасыз. Семейный босты аяқтағаныңыз үшін тағы да берілетін сыйлықтары. Мінекей. Бұл XP карталар. Тағы басамыз. Одан кейін қайттан АФК приключенияға кіресіз. Прогресс задача. Таңдаймыз. Мен просто неге кіріп атырмын? Бұл награда қызылмен белгіленіп тұрғасын кіріп атырмын. АФК приключения. Көрінбей қалатыр, көрдіңіз бе? Міне прогресс задача қайттан кіремін. Получить. Семейный босс. Тағы да кіремін. Получить. 300 кристалл берді. Енді қайттан АФК приключенияны басамын. Мына жерден бақылаймын, жоқ па? Мінекей. Барлық награда алынды. Мына сол жақтан да алсаңыз болады, мына жерлерді басып. Мен просто ішінен басып алып көрсете салдым. Негізінде сыртта тұрғандарды үстінен басып алсаңыз да тиімдірек болады. Енді сіз күнделікті осы сумканы басу арқылы қару-жарағыңызды прокачкалесеңіз болады. Немесе жинақтап алып, біратала, барлығын түгел қосып прокачкалеуіңізге болады. Енді мына жерде кеше орын ауыстыру дедік. Біз мінекей үстінен басамыз. Қазір интернетмен байланыс жақындап жатыр. Мінекей минус деген тұр. Осы минусты бассақ, бұл жерде киіміміз шешіліп қалады. Яғни ұпай санымыз да азайып кетеді. Көрдіңіздер ме? 103 мың болып қалды. 112 мыңға. Енді қайтадан кіреміз. Снарядить дегенді басамыз. Яғни қайта жүктеу. Мінекей, қайта орнына келді. Бұл 11637, мінекей, осы ударлармен шектелінеді. Ұпай сандары. Қару-жарағыңыз неғұрлым удары күшті болса, соғұрлым ұпай саны көбірек болады.